бәріңізге сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен райған кезде, созған кезде үзіліп жыртылып кетпейтін лағманның қамырын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды өлшеп салып аламыз. Содан кейін бөлек ыдысқа осындай стақандағы мұздай су болу керек. Мұздай суға тұзымызды салып, тұз ерігенге дейін жақсылап қозғап араластырамыз. Тұз ерігеннен соң ыдыстағы ұнға аз ғана бөліктен құя отырып, қамыр елейтін боламыз. Қамырдың арасында ешқандай ұнтақ қалмау керек. Ең кемі 15-20 минут көлемінде қамырдың илеуін келтіріп, жақсылап илеу қажет болады. Созған кезде үзіліп кетпейтін лағманның қамырының сыры оның тұзыменен осындай иленуінде болады. Қанша көп рет илесеңіз, қамырыңыз соншалықты эластичны болып, созған кезде өте керемет болып созылатын болады. Мен қамырды 15 минут 20 минут көлемінде иледім. Барлығын видеоға салған жоқпын, уақыт созылып кетеді. Содан соң жақсылап илеп болғаннан соң кішкене май құйып, майымыз кішкене сіңдіріп, осылай қолдың жай күшіменен майды сіңдіріп илейтін боламыз. Содан кейін пакетке салып 30 минут көлемінде салқын жерге қалдырамыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, қолдың күшіменен кішкене жайып алып, бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін ақырындап қамырымызды созуды бастаймыз. Қамырымызды осылай ыдысқа орап қоятын боламыз және әр ораған сайын май жағып отырамыз. Қамырды тындырмай-ақ соза берсеңіздер болады, өйткені сіздердің қамырларыңыз 30 минут көлемінде тыным алған. Және қолдарыңызды аз майлап отыруды ұмытпаңыздар, өйткені қамыр созылған сайын оның арасында май жоқ, сондықтан құрғап кетуі мүмкін. Ал май жақсаңыздар, қамырларыңыз созылуы өте оңай болады. Барлық қамырды осылай бір келкетіп созып алғаннан кейін тағы да қайтара созасыздар. Лағманды жақсылап әдемі болып созылуы үшін 6-7 рет қайта созу қажет етеді.
Лагманның қамырын 6-7 қайтара созып алғаннан кейін осылай жіңішке халге келеді. Содан кейін саусақтың араларына осылай салалап кіргізіп аламыз да столдың бетіне жақсылап ұратын боламыз. Лагманның қамырын ұрған кезде ол 2 есе тағы да созылады. Және суға түскен кезде былжырап езіліп кетпейтін болады. Міне көріп тұрғандарыңызда қамырымыз өте әдемі болып созылуда. Ешқандай жері үзілген жоқ, ешқандай жері бөлініп, сіздің берекетіңізді алмайды. Көріп тұрғандарыңызда өте әдемі лагманның қамыры шығады. Суға салған кезде де езіліп былжырап кетпейді. Алдын ала су қайнатып қоясыздар және міндетті түрде суыңыз қатты қайнап тұрған болу керек, асты жоғары болу керек. Егер сіздердің оттарыңыз төмен болса, қамырыңыз езіліп кетуі мүмкін. Қазанның астын жоғары температурада қайнатсаңыздар, қатты жоғары отта қайнатсаңыздар, қамырларыңыз тез піседі және былжырамайды. Лагманды алатын кезде міндетті түрде салқын суға салып алу керек. Сол кезде қамыр былжырамай, әдемі болып дана-дана болып шығады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, рахмет айтамын. Және қандай рецепттер күтесіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лагманның қамырын міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.